нәрседен тайсалма. Бұл өмірде бәрі мүмкін. Биіктердің барлығын бағындырып, өзіңе сен, өмірге сен. Тылсым дүниенің тұңғиығына мүлсіп, бір нәзік әуен шығар. Оны өндіше әйілер қана бері қарай тарту керек. Ол жібек тәртіз. Бағым таппасаң үзілетіп тағалады. Сол кезде өмірді өлі тұршылық болдырады. Абай болу керек. Сазгердің жүрегі нәзіктерінде жібек жеп. Менің қожаңына не керек? Тамақ, ұйқы, күлкі. Солақ па? Жоқ, бізге отан керек. Ел мен жердің адал қызметкері болу біздің қасиетті борышымыз. Мен шәмші қалдайық. Еліме адал қызмет етуге ант берем. Қош аман бол, шәуілдірім. Әкештерім, сендерге ғана. Анашым, ертең бір елдің емес, бүкіл елдің азаматы болып оралам. Сол кезде көрерсің. Шәуілдір, рұқсатыңды бер. Аттандыр мені. Қош аман бол, Шәуілдір! Әндерінің барлығын өзіңе арнадым. Ұялтпаңыз ғой. Енді махаббат тәрбиесіз бола ма? Сіздің жүрегіңізді жаралап кетті. Неге олай дейсің? Менің басым босыңыз. Ондай әңгімелеріңді маған айтпа. Мен оған бәрін істемеймін. Рас аға. Сөз байласам жүрегімді. Қаспен көзінің арасында біреу тау болып еткенсің. Ей, мынауың кім? Сағыныш пен жанастың арасында түсіп, шайларын қашығанда мен артынан милиция қызметкерлеріне төбелестің кім шығарған деп істің анықтап жайын білгісі келген шығарсың. Төбелесті мен шығардым деп енді айтып жатыр едім. Арасынан бір милиционер шығып, мынау шәмші қалдаяқов, бұл ұлы композитор деп мені жақтай шықты. Кінәм мен. Кейін мені бөлімшеге алып кетті. Міне осылай болды. Шәмші, қазір бізде кім көп? Жазушы, композиторлар көп емес пе? Олардың көп болғаны жақсы. Себебі су ағады, тас қалады деген сөз бар. Кімнің кім екенін өмір қарсы көрсетеді. Уақыт айтады. Композитор көп дегеннен шарт. Егер бір өрт сөндіруші композитор болғысы келіп, оқулық құжаттарын тапсырып, сол кезде профессор оған былай деп сұрақ қояды. Сен өзі скрипка мен пианиноның айырмашылығын білесің бе десе, жаман өрт сөндіруші. Скрипка мен пианиноның айырмашылығы жер мен көк дейді. Өрт басталса, скрипка лап ете қалса, пианино жап-жанады депті. Ақ маңдайымды жазған адам далада қалады дегенге сенбеймін. Басқаларын қайдам. Бірақ мына сені жазушылар одағына қабылдамау деген барып тұрған қиянат қой. Мұстафтан композиторлар одағына
тек қана жоғары білімі барынан алынады деген ескерту бар. Біржан сал, аққан сері естайлар қандай бақытты я. Бәрі ұзақ жыл уақытта өмір сүріп ешқандай тосқауыл көрмегенді ғой шіркін, я? Бізде ешқандай мансаптылық біреумен бақталасқанымыз да жоқ. Өмірдің өзі заң. Ертең одаққа мүше болмасаң, барып сізде баттан қаласың. Ал қалай да болса өмір сүру керек. Оны өздеріне білесіңіз. Шәмші, сен білесің бе? Сен өте бақытсың. Жұмысың жоқ, жұмыстан пұлған кезде уақытпайсың. Ешкім сені оқудан да, одақтан да шығармайды. Сен неге соғып болмайсың? Қуаныштан жүрегің жоғалып кетсе де мынау айтқаның дұрыс болсын. Осы қанша жауылсан да, өлеңімен тегіс жазбадым. Неге? Ренжіме. Мен біріншіден басқа біреулердің берген тапсырмасын егер олақпын. Қай өлеңің болмасын, өз жүрегімді арқасынан тауып. Ал екіншіден, мен өлеңдерді тек қана ойын болғандырсам. Олар сен ән-текстен жарамайды ғой. Бірақ сен сияқты авторың болса жаман болмас. Мен сені ерекше қатты құрметтеймін. Есімдердің ән, музыка, оқудан амал шығармағаным. 7 жыл бойы оқып диплом алмай қалдым. Соның бәрі не үшін? Қыз үшін. Мен өкініш жоқ деген. Жоқ, Шәмші. Дегенмен бұлай болмайды. Саған айтар ақылым бар ғой. Ректордың өзіне барсаңшы. Алдына дөн. Мүмкін сенің жағдайың түсініп, ол үшін берем. Болмаса бар ғой. Саған жағдайын түсініп, не істеу керек екенін түсіндірем. Досым, үмітсіз